Артуро Гатти 2000 жылдардың ең танымал бокс жұлдызы. Сол кездің ең үздік боксшылардың қатарына ене алмағанмен, Гатти өзінің қайтпас қайсар мінезімен бокс жанкүйерлердің ерекше ықыласына бөленеді. Өкінішке орай Артуро Гатти бар болғаны 37 жасында жұмбақ жағдайда көз жұмған болатын. Біз бүгін бокстың гладиаторы деген бейресми лақабаты бар екі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы Артуро Гатти жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар, әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Артуро Гатти 1972 жылы Италияның Кассино қаласында дүниеге келеді. Бала кезінде отбасымен Канадаға көшіп барып, Монреаль қаласында тұрақтап қалады. Бала кезінде күреспен айналысқан екен, алайда ағасы Джо Гаттидің кәсіпқой бокстағы жетістіктерін көрген соң 15 жасында боксқа ауысып кетеді. Әуесқой бокста мүлде жетістікке жете алмаған ол 19 жасында кәсіпқойлар арасына өтеді. Бұл жерде Артуроның стилі нағыз кәсіпқойларға тән екендігі белгілі болады. 4 жылдың ішінде 23 рет жеңіске жетіп, 1 рет жеңілген Гатти 1995 жылдың соңында 59 келідегі IBF чемпиондық белдігінің иесі Трейси Харрис Паттерсонмен жекпе-жекке шығады. Гатти екінші раундта әйгілі Флойд Паттерсонның баласын нокдаунға түсіреді. Дегенмен орнынан бірден тұрып кеткен америкалық жекпе-жекті соңына дейін жеткізеді. Біршама соққы өткізіп, екі көзін гематома жауып кеткен Артуро бұл жекпе-жекте ұпай санымен жеңіске жетіп, өзінің алғашқы чемпиондық белдігіне ие болады. Бұл кезде оның жасы 23-те болатын. Осы жекпе-жектен соң Гатти ақш-тың HBO телеканалымен келісімшартқа отырып, жергілікті жанкүйерлердің сүйіктісіне айналады. 1996 жылдың көктемінде белдігін алғаш рет Уилсон Родригеске қарсы жекпе-жекте қорғайды. Қорғанысқа аса көңіл бөлмейтін Гатти екінші раундта нокдаунға түсіп қалады. Екі боксшы да 5-ші раундқа дейін өліспей беріспейтіндігін байқатып соққы алмасумен болады. Дегенмен бірінші болып Родригес тізе бүгеді. 6-ші раундта тағы да екі көз жабылып қалған Гатти қарсыласын сол қолдың құлаштап тұрып соққан соққысымен нокаутқа жібереді. Осыдан соң Трейси Паттерсонмен реванш өткізіп, тағы да ұпай санымен жеңіске жетеді. 1997 жылдың соңында Гатти чемпиондық белдігін мексикалық Габриэль Руэлосқа қарсы қорғайды. Жекпе-жекті Гатти техникалық түрде өте сауатты бастайды. Дегенмен жекпе-жек қыза келе қорғанысты ұмыта бастайтын әдетіне басып, мексикалықпен ашық айқасқа көшеді. Бесінші раундта соққы алмасу кезінде Гатти қарсыласын нокаутқа жібереді. Осыдан соң 25 жасар Артуро салмақ қуудың қиындауына байланысты 61 келіге көтеріледі. Бұл салмақтағы алғашқы жекпе-жек Гаттиге ауыр соғады. Америкалық Анхель Манфреди Артуроны 3-ші раундта сұлатып түсіреді. 8-ші раундта Гаттидің бетінің сау жері қалмағандығын көрген дәрігер жекпе-жекті тоқтаттырады. Мың 1998 жылдың жазында Гатти талантты америкалық боксшы Айвен Робинсонмен жұдырықтасады. Нағыз америкалық бокс мектебінен шыққан Робинсон 4-ші раундта нокдаунға түсіп қалғандығына қарамастан, соққылардың дәлдігі жағынан қарсыласынан басым түсіп, ұпай санымен жеңіске жеткен болатын. Жекпе-жек тең дәрежеде өткендіктен арада 4 ай өткенде реванш ұйымдастырылады. Бұл жолы да Робинсон жеңіске жетеді. 3 рет қатарынан жеңілген Гатти 2000 жылы бұрынғы екі салмақтың чемпионы Джо Гамачені 2-ші раундта нокаутқа жібереді. Осы нокауттан соң Гамачи ауруханаға түсіп қалып, мансабын аяқтауға мәжбүр болады. Тағы 2 рет жеңіске жеткен Гатти 2001 жылдың 21 наурызында әлемдік бокстың супер жұлдызы Оскар де ла Хойямен жекпе-жекке шығады.
Бұл жекпе-жекте Гаттидің жоғары деңгейдегі боксшылармен бәсекелесе алмайтындығы белгілі болып қалады. Де ла Хойя қарсыласын 5 раунд бойы сабап бермеуге мәжбүр етеді. Жеңілісіне бапкерін кінәлаған Гатти енді бапкерлікке Бадди Маккертті жалдайды. 2002 жылы рингке оралған Артуро бұрынғы әлем чемпионы Террен Миллетті 4-ші раундта нокаутқа жібереді. Арада 4 ай өткенде Гатти америкалық Микки Уордпен жұдырықтасады. 2010 жылы шыққан «Боец» фильмін көргендер болса, бұл боксшының өмірін жақсы біледі. Жекпе-жек басында Гаттидің деңгейі қарсыласынан әлдеқайда жоғары екендігі байқалады. Алайда қанша соққы өткізсе де, Уорд түк болмағандай алға жүре береді. Бауырынан бірнеше ауыр соққы алған Гатти жекпе-жек ортасына қарай жеңіл қимылдаудан қалып, енді қарсыласымен соққы алмасуға мәжбүр болады. Осылайша жақын қашықтықта жұдырықтасумен өткен бұл жекпе-жектің соңғы жағында Гатти бауырдан ауыр соққы алып, тізерлеп отыра кетеді. Дегенмен орнынан көтерілуге шамасы жеткен ол жекпе-жек тізгінін өз қолына алып алады. Алайда нокдаун жекпе-жек тағдырын шешіп, жеңіс Микки Уордтың қанжығасында кетеді. Қазіргі таңда бұл жекпе-жек бокс тарихындағы ең үздік жекпе-жектердің бірі саналады. Көп ұзамай реванш та ұйымдастырылады. Бұл жолы Гатти өзінің техникалық басымдылығын жақсы пайдаланады. Бұрынғыдай бас көздемей соққы алмасуға ұмтылмайды. Тіпті 3-ші раундта Уордты контратакаға ұстап, нокдаунға түсіреді. Осылайша бұл жекпе-жекте Гатти төрешілер шешімімен жеңіске жетеді. Есеп 1-1 болғандықтан енді 3-ші жекпе-жекте ұйымдастырылады. Жекпе-жек барысында Гаттидің оң қолы Уордтың белінің сүйегіне тиіп, қолын жарақаттап алады. Тек сол қолмен жұдырықтасып жүрген Гатти жекпе-жек аяқталар сәтте оң қолында іске қосып, жеңісті жұлып алып кетеді. Осы трилогиядан соң карьерасында ешқашан жарытып ақша алып көрмеген Уордтың гонорары жеткілікті болу үшін Артуро өз гонорарынан бір бөлігін қарсыласына берген көрінеді. Кейіннен екі боксшы арасынан қыл өтпес тату досқа айналып кетеді. Микки Уорд Гаттидің әрбір жекпе-жегінде рингке бірге шығатын болады. 2004 жылдың басында Артуро 64 келіде WBC белдігі үшін жекпе-жекке шығады. Қарсыласы әлі жеңіліс көрмеген итальяндық боксшы Джанлука Бранконы 10-ші раундта нокдаунға жіберіп, төрешілер шешімімен жеңіске жетеді. Көп ұзамай белдігін әлі жеңіліс көрмеген румын боксшысы Леонард Дорофееге қарсы қорғайды. Гатти қарсыласын 2-ші раундта бауырдан соғып нокаутқа жібереді. Соққының ауыр болғандығы сондай, румын боксшысы осыдан соң карьерасын аяқтаған екен. 2005 жылдың басында чемпиондық белдігін кезекті рет қорғау кезінде америкалық бокс ардагері Джесси Джеймс Лейханы 5-ші раундта нокаутқа жібереді. Бұл боксшы да осыдан соң карьерасын аяқтайды. Осы жылы жазда Артуро Гатти енді атағы шығып келе жатқан Флойд Мейвезермен жұдырықтасады. Жекпе-жекке дейін Мейвезер Гаттиді деңгейі төмен боксшы, оны бір ғана қолмен жеңуге шамасы жететіндігін айтумен болады. Шынында, жекпе-жек кезінде Гатти қарсыласына ештеме істей алмайды. 6-ші раундтан соң Гаттидің командасы жекпе-жектен бас тартады. Осыдан соң бір рет жеңіске жеткен ол 2006 жылдың жазында аргентиналық Карлос Бальдамирдан нокаутпен жеңіліп қалады. Жеңілістен соң депрессияға түсіп кеткен ол, бапкері Бадди Маккертті қызметінен босатып, бүкіл командасын таратып жібереді. Арада бір жыл өткен соң 2007 жылы жаңа команда жинақтаған Гатти мексикалық Альфонсо Гомеске қарсы жекпе-жек өткізеді. Гомес Артуро Гаттиді 7-ші раундта нокаутқа жібереді. Осы жеңілістен соң 35 жасар Гатти спорттық мансабын аяқтайтындығын жариялайды. Бұл уақытта ол өзінен 14 жасар кіші бразилиялыққа үйленіп алған болатын. 2009 жылы Бразилияда отбасымен демалып жатқан Гаттидің өлі денесі қонақ үйдің бір бөлмесінде асылып тұрған күйі табылады. Көпшілік боксшының өзіне қол салуы мүмкін емес деп есептейді. Өйткені Гатти қайтыс болған кезде қасында әйелі болған екен. Сонымен қатар боксшының денесінен соққы іздері табылады. Және өлерінің алдында ғана ол өзінің бүкіл байлығын әйелінің атына аударғандығы анықталады.
Басында әйелі күдікті ретінде қамауға алынғанымен Бразилия соты оны көп ұзамай босатып жібереді. Міне достар, Артуро Гаттидің өмірі осылай өткен екен. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.